Бізге ағзамызды тазалау не үшін қажет? Оны көп адамдар мән бермейді, назар аудармайды, керек деп санамайды. Бірақ кез келген адамға жылына 1-2 рет ағзаны тазалап отыру керек. Біз ыдысты күнделікті жуамыз ба? Жуамыз, тазалаймыз, тісімізді тазалаймыз, басымызды жуамыз, күнделікті тазалықтарын өткізіп отырамыз. Даже кухняның смесителін жылына 1 рет болсын ауыстырып отырамыз. Оны ауыстырмайтын болсақ, су өтпей, суы ақпай, іші қап-қара майға толып, әртүрлі мусорлар шығады. Тура сол сияқты біздің ағзамызды тазалауды қажет етеді. Мысалы үшін біз күнделікті неше түрлі тамақ жейміз, оның барлығы біздің ішектерімізде, бүкіл органдарымызда шлак, токсин болып қалып жатыр. Ішімізде не болып жатқанын біз көрмейміз, сол себепті білмейміз. Сол үшін бізге жылына хотя бы 1-2 рет табиғи түрде тазаланудан өтіп отыру біздің міндетіміз.